химия есептерін нөлден бастап түсініп кеткіңіз келетін болса, осы видеоны соңына дейін көріңіз және де менің арнама жазылып алыңыз. Бүгінгі есебіміз мынандай. Метан 11,2 литр метан хлордың 56 литр хлормен әрекеттескен кезде дейді, шығымы 70% болатын тетрахлор метан түзілді дейді. Осы тетрахлор метанның массасын анықтау керек. Ең бірінші берілгенін жазып алайын. Мінекей берілгенін жазып алдық. Енді керекті реакция теңдеуін жазайық. Негізінен метан мен хлордың әрекеттесуі өте күрделі реакция болып табылады. Іс жүзінде сатылап өтетін реакциялардың қатарына жатады. Алайда біз енді тест осындай есеп келген жағдайда бірден метанды хлормен әрекеттестіріп, бірден бір реакция етіп жазуға болады. Бұл жерде есептің берілген шарттары осындай. Мәндерін сызып қояйын. Мысалы, мына жерде метанның көлемі, хлордың көлемі берілген және тетраметан хлордың шығымы берілген. 70%. Осының көлемін анықтау, осының массасын анықтау керек. Зат мөлшерлерін анықтап алайық. Зат мөлшерін табу формуласын жазып қояйын. Өте керек формулалардың бірі. Жақсылап жаттап алсаңыз болады. Нью тең В бөлінген ВМ. Нью деген зат мөлшері, В деген көлем, ВМ деген мольдік көлем. Енді осы формулаға осы метан газы үшін, хлор газы үшін зат мөлшерлерін анықтап алатын боламыз. Шатасып кетпес үшін, мысалы, ньюдан кейін мен жақша ішіне бірінші метан газыныкін табам, сондықтан да осылай жақша ішіне не зат екендігін жазып қойдым. Өйткені бізде екі зат мөлшерін анықтағалы отырмыз, сондықтан да шатаспас үшін осылай белгілеп қойдым. Метанның көлемі міне берілгенде 11,2. Бөлеміз тұрақты шама ВМ деген 22,4-ке. 0,5 болды. Екінші хлор газы үшін. Хлор 2. Хлордың көлемі 56. Бөлеміз тұрақты 22,4-ке. 2,5 болады. Және де бұл жерде қараңыз, алдындағы коэффициентке қарайық. Мысалы, мына жерде метанның алдында 1 тұр, оны бөлгенде де өзі шығады 0,5-тің. Сондықтан да оған бөлген жоқпын. Мына жерде хлордың алдында 4 деген коэффициент бар. Сондықтан да одан құтылып кету үшін мына жерде шыққан зат мөлшеріне бөлеміз 4-ке. 4-ке бөліп жібергенде сол кезде нағыз өзінің зат мөлшері шығады екен. Сол кезде 0,625. 625, яғни 2,5-ді бөлдім 4-ке, сонда осы сан шықты. Енді осы екі зат мөлшерін салыстырамыз. Қайсысы кіші? 0,5 немесе 0,625. Әрине 0,5 кіші. Біз келесі есептеуімізді 0,5 арқылы жүргізетін боламыз. Бұл кезде келесі масса табу формуласы қолданылады. М тең нью көбейтілген М-ға. Бұл жерде масса тең зат мөлшері көбейтілген мольдік масса. Мольдік масса бұл МР-ға тең, яғни молекулаларының салыстырмалы атом массаларының қосындысы МР. Яғни әр атомның
өзінің массаларының қосындысы екен. Бұл жерде яғни біз мынау тетраметан хлор туралы айтып отырмыз. Тетраметан хлордың мрін табатын болсақ, бұл жерде С деген 12, мына жерде хлор 35,5-ге тең. 35,5-ті 4-ке көбейтеміз, шыққан санды қосамыз 12-ге. Сол кезде 154 болады екен. Яғни мына жерге орнына қояйық. Нью деп отырғанымыз мынау табылған, мынау белгіленген нью 0,5-ті таңдап алдық. Екі зат мөлшерін салыстырып біз кішісін алдық та, енді осы кіші зат мөлшері бізде яғни тетраметан хлордікі екендігі белгілі болды. Сол кіші зат мөлшерін алып есептейміз дедік. 0,5 көбейту, мынау тетраметан хлордың бізде мрі 154. 154-ті 0,5-ге көбейткен кезде 77 болады. 77 болады. Енді біз бұл жерде өзінің шығымы берілген. Бұл жерде теориялық массасын табу үшін көбейтеміз оны 0,7-ге, яғни 70% етін. 70%-ы біз 0,7 деп алсақ болады. Сол кезде оны өзінің таза массасын анықтау үшін, бұл жерде масса, практикалық масса табылып отыр 77. Теориялық массасын табу үшін 77-ні көбейтеміз 0,7-ге. Яғни 70% дегенді біз 70% пайыздан құтылып кетіп, бірден 0,7 деп алдық. Сол кезде мынау шыққан массаны оның 0,7-ге көбейткенде пайызына, сол кезде 53,9 грамм. Яғни бұл бізде таза массасы екен, теориялық массасы. Яғни мынау табылған масса бұл практикалық масса екен. Мінекей осылай анықталады. Жалпы есепте қандай да шама болатын болса, кез келген шама, мысалы берілгенде неше шама бар? Мысалы қараңыз, мына жерде 1, 2, 3 шама. 3 шама да міндетті түрде қатысады. Қатыспайтын шама берілмейді есепте. Сондықтан да өте мұқият болу керек, және де есепті формула жазғанда немесе олардың таңбаларын жазу өте сауаттылықты қажет етеді. Мысалы, сіз олимпиадаға қатысатын болсаңыз, жазбаша түрде бір сынақ тапсыратын болсаңыз, олардың жазбаша таңбалануын білу өте маңызды болып табылады. Мысалы, сіз шығымды омега деп белгілейтін болсаңыз, ол да қателік болып табылады. Сондықтан да өте мұқият болыңыздар. Зат мөлшер өлшем бірліктеріне белгіленуіне, таңбалануына қазірден өте мұқият болып есте сақтаған дұрыс. Егер сізге осы видео ұнаған болса, лайк басуды және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.